Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін мынандай маковый торт пирог жасаймыз. Жұмыртқаны ақ уыз бен сары уызынан бөліп алдық. Немесе оны бөлмеуге де болады. Енді осыған барлық мөлшердегі қантты екіге бөлеміз. Жартысын ақ уызға, жартысын сары уызға саламыз да көпіртеміз. Егер де бөлмей жатсаңыз, онда ағарғанша көпірту керек жұмыртқаны. Сонымен жарты стақанымызды сары уызға саламыз. Оны венчикпен көпіртесіз, немесе миксермен. Ақ уызымызды бірінші қантсыз көпіртеміз. Жұмсақ шыңға жеткенде қант салып көпіртеміз. Міне, жаңа қантсыз белогымызды збивать еттік. Міне, енді бір ас қасықтан қант салып ары қарата көпіртеміз. Миксерді өшірмей осылай қант қосып көпірте бересіздер. Ақ уызды көпірттік. Мисканың үстін көрсек, ештеңе құламайды. Енді сары уызды да ағарғанша көпіртеміз. Ақ уыздан кішкене аламыз да сары уызға саламыз. Екеуін араластырамыз. Ақ уызға қайтадан құямыз. Содан кейін араластырамыз. Енді осы массаға сметана құямыз. Менің сметанам аз болып қалды, сондықтан мен кішкене сүт қостым. Енді оны жұмыртқамызға құямыз, араластырамыз. Мен жай ғана былай араластырып өттім. Енді оған мак салам да араластырып 15 минутқа бұқтырып қоямын. Міне, араластырып қойдым. 15 минут тосамыз енді. Оған дейін міне ұнды бірнеше рет елеп аласыз. Оған аз соусын саламыз, араластырамыз. Мен 15 минут өтті. Енді бұған ұнды саламыз. Барлық оның жарты мөлшерін салдым. Енді осылай төменнен жоғары қарай араластырамын. Одан кейін екінші бөлігін саламын. Міне оның екінші мөлшері кетті. Осылай елеп саламын. Араластырып болдым. Енді формаға құямын. Маковый тестамызды тез араластырдым. Формаға салдым. Бетін тегістедім. Бір-екі рет сағат тілмен айналдырып жібердім. Енді 220 градуста қызып тұрған духовкаға 35 минутқа қоямын. Маковый пирогымыз пісті. Ағаш аяқ салсақ, сухая болып шығады. Жалпы 220 градуста 35 минут пісіру керек деген рецепт бойынша. Мен басында оған күмәнданғам, күмәнім расталды. Сондықтан сіздерге беретін кеңесім 220 градуста алғашқы 20 минут пісіріңіздер, пирог көтерілгенше. Бірақ жарыққа кеткенін қарамаңыздар. Одан кейін градусын где-то 170-150 градусқа дейін төмендетіп 25-30 минут пісіріңіздер. Енді ол сіздердің духовкаларыңыздың ерекшелігіне байланысты болады. Ең алғашқы 20 минутта ашпасаңыздар болды. Одан кейін ашып қарап, өздеріңіз сөйтіп біліп аласыздар. Анда решеткаға қойып, суытамыз. Егер де бет күйіп бара жатса, бетіне фольга жабыңыздар. Дәмі жаман емес екен, пісіріп көруге болады.